Құрметті оқырмандар, бүгін бізде жергілікті автор, балаларға арналған әдебиетті жазатын автор, және де жалпы қоғамдық мәселелерді қозғайтын, соның ішінде оқырманға өте қызықты тақырыптарды ерекше талғайтын, талғап жазатын жазушы Татьяна Тарасенко қонақта. Бүгін неге келді кітапханаға десеңіздер, ерекше бір тосын сый жасап, бізге зағип балаларымызға және нашар көретін балаларымызға мынау заманауи QR код арқылы оқуға болатын, және жазық баспалы мәтіндегі кітапты және брайльша кітаптарды сыйлап келіп отыр. Ол өзіміздің баспаханамызда шығарылды. Міне біз ерекше жобамыз бар. Осы Татьяна Викторовнамен бірге кітапханалық жобаны іске асырып жатқан жайымыз бар. Ол жоба жайында болашақта білетін боласыздар. Татьяна Викторовна, сізге үлкен рахмет, және болашақта осылай серіктес боламыз деген ойдамыз. Сізге шығармашылық табыстар тілейміз, бақыт тілейміз, және біздің кітапханамыздың әрдайым жанашыр болыңыз. Рахмет, сізге үлкен құрмет алып қоймайша оқырманның атынан. Міне кітап. Татьяна Тарасенко, Яганың хикаялары. Құрметті оқырмандар, бұл ертегі махаббат пен сатқындық туралы, сұлулық пен сезімге сену туралы. Мұнда сиқыр шындықпен тығыз байланысты. Бұл оқиға сізді бей-жай қалдырмайды, және өмірдегі ең жақсы құндылықтар туралы ойлануға мәжбүр етеді деп үміттенемін. Яганың хикаялары. Ертеде бір әйел өмір сүріпті. Оның сұлу қызы болыпты. Қыз өзі әппақ, жасыл көзді, қылықты, әрі нәзік еді.